Инвентаризация жасау, складтағы ревизия. Бұны жалпы біз складтағы товарлардың барлығын бір келкі жинастырып алып, оның барлығын таразыға тартып, өлшеп, қолмен жазып шығатын боламыз біріншіден. Қолмен жазып болғаннан кейін біз инвентаризацияны по базе қалай дұрыстап отырғызуымыз керек. Мен сіздерге қазір соны көрсететін боламын. Ол үшін біз складқа кіреміз. Инвентаризация деген болады. Осы инвентаризацияны басасыздар да. Соңғы рет инвентаризация мысалға 6-сы бүгін жасалған. Яғни мен инвентаризацияны негізі бүгін шынайы жасап қойдық. Бірақ енді қосымша сіздерге қалай басынан жасау керек екенін толықтай түсіндіретін боламын. Одан кейін создать етесіздер. Создать еткеннен кейін заполнить по остаткам на складе дегенді басасыздар, және де сортировать по группам дегенді бір басып аласыздар. Одан кейін осы жердегі тізімдердің барлығын біз көшіретін боламыз Google таблицаға. Ол үшін жалпы шрифт және де жоғары қарай көтерілетін батырманы басып, осылай барлық біздегі складта қалған остаток товарларымыздың барлығын бір белгілеп аламыз да. Мына жерде еще дегенді басамыз. Одан кейін вывести список. Бұл жерде тек қана бізге номенклатураның атаулары ғана қажет болады. Қалған ештеңе қажет емес. Тек қана списокті ғана алуымыз керек. Табличный документ дегенді текстовый документ дегенге ауыстырамыз да, окей дейміз. Қараңыздар, мынау біздегі складтағы бар қалған товарлардың тізімі. Яғни осыны көшіріп аламыз. Көшіру команд-C. Және де осы списокті біз Google таблицаға қоятын боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы инвентаризация Sudhouse дегенді мен сіздерге көрсеткен болатын. Бұл біздегі артық салу, қалай өлшенетін туралы мен сіздерге түсіндірдім. Дәл осы Google таблицада 3-ші листінде ревизия деген болады. Осы ревизия деген жерге қоясыздар да Command-V, яғни вставить дегенді басасыздар. Но біздегі жалпы складтағы бар товарлардың тізімі. Енді біз қолмен өлшейміз, жалпы дәптерге жазып аламыз складтағы товарларды. Дәптерге жазып алғанымызды енді осында түсіретін боламыз. Яғни біз дәптерге қалай жазып аламыз? Дәптерге бірінші коробканың санын жазамыз. Мысалға сықпа үлкені қанша коробка шығады? Мысалға мына жерде мен негізі толтырып қойғанмын. Жалпы 1С-тегі мына списокті қалай Google таблицаға түсіру керек екенін сіздерге көрсетіп жатырмын. Мана өшіре салсам да болады. Жалпы міне осы списокті мен толтырып негізі жасап қойғанмын. Біз дәптерге жазып алғанбыз. Яғни коробканың саны 23 коробка, әр коробканың өзінің салмағы бар. 0,75 немесе 0,85 деген салмағы болады. Мысалға 0,75-ден есептейміз. Қазір мен сізге формуласын көрсететін боламын. 23 коробка поддонның үстінде тұр. Елестетіңіздер, 23 коробка бір поддонның үстінде тұр. Поддонның салмағы 20-95. Үстіндегі полный поддонымен бірге өлшеніп тұрған рохлядағы салмақ 386-да 6. Яғни бұл жерде бұл формула қалай жұмыс жасайды? Қараңыздар. Мынау общий салмақ. Общий салмақтан бірінші поддонды минусовать етеді 20-95. Өздеріңіз калькулятор болатын болса есепке алып көріңіздер. Мысалға 386-да 6 минус 20-да 95, 365-те 65 шығады негізі. Одан кейін 23 коробканы 0,75-ке көбейтеміз. 23 көбейтеміз 0,75, ол 17-де 25 шығады. Жаңағы 365-те 65 деген бізде салмақ шықты ғой. Соны минусовать ететін боламыз. 365-те 65 минус 17-де 25. 17-де 25 ол чисто коробканың салмағы. Минусовать еткен кезде 348-де 4. Қарасаңыздар, міне формуласы осылай жазылып тұрады. C2 минус жақша ішінде B2 көбейтеміз 0,75. 0,75 ол коробканың салмағы, қосамыз D2, яғни поддон. Бұл жерде дәптерге жазып алғандарыңыз, қағазға жазып алғандарыңызды осында қойып шығасыздар. Мысалға, мына жерде бір позиция деп елестетейік. 20 коробка, рохлядағы общий салмақ 400 килограмм,
поддонның салмағы 16 килограмм деп есептесек, міне көрдіңіздер ме, өздері санап беретін болады. Дәл осылайынан санап аласыздар. Яғни бұл қателесіп кетпеуді алдын алады. Қанша құрттың таза килограммын сіздерге көрсетіп береді. Енді осыны аласыздар да кішірейтіп аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы қылып осы бетте тұру керек. Жаңада 1С-ке кіресіздер да, инвентаризация создания деген бар. Осыны да кішірейтіп аласыздар. Бір-бірлеріне осылайынан қойып аласыздар. Қазір мынау үлкейіп кетті мен. Бұл жерде сіздерге мына отклонение мен количество деген көрініп тұрса болды. Қарасаңыздар, осы жерге жазып шығасыздар. Мысалға, бізде складта көрсетіп тұрған салмағы 418-де 810. Ал біздің өлшегеніміз 348-де 4. Копировать етіп аламыз и количество деген жерге қоямыз. 348-де 4. Міне қарасаңыздар, 70-те 410 килограмм жетпейді мына сықпа үлкенге. Яғни ол басқа құртпенен пересорт болып кетуі мүмкін, аралас кетуі мүмкін, или болмаса именно осы құрттан көптеген ұнтақтар, көптеген сынықтар шығуы мүмкін. Сол үшін мысалға остатықта бізде қарасаңыздар, ұнтақ құрт, ауылымның сынығы, мамырлының сынығы дегендер жоқ. Мысалы қарап тұрсаңыздар, қарапайым сынық құрт 5-ақ килограмм көрсетіп тұр. Біздің өлшегенімізде қарапайым сынық құрттың өзі 23 килограмм сынығы бұл әшейін. Ал біздегі ұнтақ құрт қарасаңыздар 144-те 85. Бұл жерден жаңағыдай плюс-минусы шығады. Ұнтақ құрт бізде базада 25 килограмм көрсетіп тұр, ана жақта 144. Яғни бұл жерге 144-те 85 деп жазатын болсақ, мынау бізге плюс болады, яғни қосылады. Жалпы осылай сіздерге негізі басынан бастап көрсетіп жатырмын. Негізі бұл инвентаризацияны мен қазіргі уақытта жасап қойдым. Бұны мен қазір сохранить етпеймін. Міне өзімнің жасап қойғанымды бір көрсете салайын сіздерге. Қарасаңыздар, міне сықпа үлкені 348-де 4, міне 348-де 4. Жаңғақ орташа 542-де 6, міне 542-де 6. Мына жақта мынау біздің қолмен өлшегеніміз, анау базадағы көрсетіп тұрған остатыкты біз реттегеніміз. Яғни мынадан мысалға 4-те 970 килограмм артық болды біздің өлшегеніміз. Жалпы осылай. Енді осыны толықтай өлшеп алғаннан кейін, біз инвентаризацияны толықтай жазып алғаннан кейін записать етеміз. Записать еткеннен кейін создать на основании. Бұл жерде оприходование запасов и списание запасов деген болады. Списание дегеніміз ол мынау жалпы айтқанда минусовать етеді. Артық килограммдарды минусовать етеді. А приходование запасы ол наоборот қосады. Мысалға, мынау 70 килограмм 410 граммды списанияға кетеді. Ал мынау жаңғақ орташа 4-те 970 деген ол оприходованияға болады. Яғни базаға қосылады деген сөз. Оприходование запасовқа кіресіздер бірінші. Прочие доходы деп тұрады. Бұл жерге біз жазамыз излишки. Осыны жазатын боламыз. Излишкиді убирать етеміз да. Осыны записать етеміз. Яғни провести закрыть дейсіздер. Негізі бұл жерде жаңағыдай доступ тек бір адамда болады. Оприходование жасау ол Қуаныш мырзада, Қуаныш мырзаның аккаунтында ғана болады. Оприходованияны сіздер записать етесіздер да. Қуаныш ағаға осылай деп барлығын түсіндіріп, жаңағыдай оприходованияны сол кісінің аккаунтымен ол кісі жасайды. Одан кейін списание запасовты осылай басасыздар да. Корреспонденцияға бұл жерге недостача деген статьяны белгілейсіздер. Основной склад, дата барлығы сол күнде тұрады. И осыны списанияға записать етесіздер. И сіздерде инвентаризация болады. Яғни провести закрыть басасыздар, инвентаризацияларыңыз сол кезде дәл осы инвентаризация бойынша сіздердің накладнойларыңыз, яғни номенклатураларыңыз дұрысталатын болады. Мына жерде енді сіздерге жаңағыдай қате көрсетіп тұруы мүмкін, яғни әлде қате көрсетіп тұр.
инвентаризация жасағаннан кейін база 0,0 болады.